здесь и сейчас дәл қазіргі сәт деп жатамыз. Бірақ көбіміз мына не үшін өмірдің дәмін сезбейміз білесіздер ме? Яғни адамдар өмірдің дәмін сезбесе, таңертең ұйқыларына тұрғысы келмейді. Немесе алкогольға, темекіге жақын болады деген сияқты. Мына байқадыңыздар ғой, біздер тамақ ішкенде көбіне, бір қасықты аламыз да, аузымызға саламыз, аузымыздағы тамақты шайнап болмай, тағы да бағана қасықты тарелкаға салып, қайтадан әкелеміз. Бұл дегеніміз, біз аузымыздағы тамақтың әрбір дәмін, ішіндегі тұзын, секерін, тәттісін, қатты ма, жай ма, жұмсақ па, соны сезбейміз, согын алмаймыз сол тамақтың. Яғни барды аузымызға, тәтті екен, бір таңдайымызға немесе бір тіліміздің жоғарындағы бір рецепторге тисе болды, соны ғана бағана жұтып, әрі қарай жалғастыра береміз. Ал сіздер білесіздер ме, біздің тіліміздің үстінде, астында, таңдайымызда, жалпы аузымыздың бүкіл қуысымызда әртүрлі рецепторлар бар. Аузыңызға сол тамақты салып, суын, согын, жұмсақтығын, қаттылығын, қытырлақтығын сезіп көріңізші. Мысалы, мен қазір тамақ ішіп отырмын, яғни мынау таңғы ас. Тағы да айта кетейін, таңғы асқа мысалы альтернатива іздесеңіз, мысалы Гербалайф іше алмайсыз. Сіздер білесіздер, көмір сулар, май, нан деген сияқты, секер деген сияқты тағамдар таңғы асқа жеуге болмайды. Колбаса деген сияқты. Сондықтан мынандай мысалы батончик алсаңыз болады. Бұның ішінде мына неше түрлі жаңғақтар, шоколадпен және енді осындай жетеді, неде дүкендерде өте көп. Осыны мысалы бір тістейсіз. Немесе кез келген тамағыңызда. Мынау мысалы қасықпен алған тамағыңыз болса, бұл тамақты шайнап болмай, қасығыңызды тарелкаға салмаңыз. Мен қазір шоколадтың дәмін сезіп отырмын. Әрбір жаңғақтың дәмін сезіп отырмын. Және бір тұз бар ішінде. Керемет. Сосын мына кофенің иісін айтсаңыз. Мен қазір енді барынша тез жасап отырмын, енді видеоға түсіргесін. Жалпы мен осылай әрбір сол аузыма барған әрбір тағамның, сусынның дәмін сезуге тырысамын. Және маңызды нәрсе, сіз тамақ жеп отырып, видео қарамаңыз. Немесе кино, инстаграм деген нәрселер. Себебі бұл уақытта да сіз сол жеп отырған тамағыңыздың дәмін сезбей, әрі қарай тек өміріңізді бір жіберіп отырсыз. Сосын мынандай сөз бар ғой, когда я ем, я глухонем деген, яғни мен тамақ жегенде мен саңыраумын және мен сөйлей алмаймын. Мына тамақ жеген уақытта сіз ойыңызға сақ болыңыз, сөзіңізге сақ болыңыз, көріп отырған нәрселеріңізге сақ болыңыз. Себебі бұл ДНК арқылы, сол тамағыңыз арқылы тез қабылданады. Әртүрлі артық әңгімелерден сақ болыңыз тамақ жегенде. Барынша сол тамақтың иісін, дәмін, тұздығын сезінуге тырысыңыз. Немесе оның үстіне осы тамақ жеу арқылы мен өзіме байлық, бақытты толтырып жатырмын деген ниет айтсаңыз, бұл да керемет болады. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Сіздер үшін осы таңғы кофені алып қойып отырмын.